маған жауап берші. Жоқ, мейлі ажырасқан қыздардың өзін түсінуге болады, иә? Мейлі бірінші некелері сәтсіз болған шығар деп. Ал сіз азаматтық неке деген ол мен түсінбеймін да, сіз ане просто қарайсыз. Мүмкін Лаура сеніп қалған шығар, жақсы көріп, қатты жақсы көріп, содан тұрып көрейін деген шығар. Мүмкін сеніп қалған шығар, мүмкін жігіт үйленемін деген шығар. Сен оны қанша жерден ол жақсы көрсін, мейлі сеніп қалдым дейсің, бірақ бұл біздің қазаққа тән қылық емес деп ойлаймын. Ондай дүниені насихаттау. Қыздар, жігіттер, жақсы, рахмет. Бауырсы ханым, әр адамның өзінің таңдауы бар, жобаға дейінгі жасалған қадамы өзінікі, және де енді азаматтық неке жаңағы ресми түрде болмады деп жатыр ғой, бірақ мен ойлаймын, ол ажырасқан мен бірдей сияқты есептеледі деп түсінемін өз басым. Сондықтан да енді мен ойлаймын, оны бір соншалықты бөлудің қажеті жоқ дегендей. Және әркім өзі білер, өзі шешер. Және енді жаңа айтып жатыр ғой, жас мәселесі мәселе болады деп жатыр, болмайды деп жатыр. Бірақ өздеріңіз білесіздер оны, өздеріңіз шешесіздер, әңгімелеріңіз жарасып жатса, мүмкін емес нәрсе болмайды дегендей. Ал керісінше болып жатса, оны да уақыт көрсетеді. Қазір сұрайтыным, таныстық жалғаса ма? Бауырсы ханым, мен осы жерде Бекзатқа үндеу айтып кетейін. Негізі мен андай адамдардың қатарынамын да, бір душевный әңгіме айтып, сондай. Ал Бекзаттың тарапынан андай нәрсе болды да, видео түсірейік деген сияқты. Негізі мен ондай жастан өтіп кеттім, шынымды айтсам. Бірге видео түсірейік, бүйтейік, сөйтейік, ондай болады ғой, далада жүреді ғой адамдар, видео түсіреді, андай жақын әңгіме айтпайды, тек білмеймін, мен ойымша, маған сондай бір кездесу ұйымдастырсаң, өйткені мен сен тарапынан сондай ғана байқадым да, типа видео түсірейік, андай контент түсірейік деген сияқты. Мен ондай жастан өтіп кеттім, шынымды айтсам, мен отбасы құрғым келеді, өзімнің болашақ жарымды іздеп отырмын деген сияқты. Сол үшін Бекзат, саған айтарым, келесі кездесуде, білмеймін, бір күшті әңгіме айтып, мен сені жақынырақ танығым келеді, сен де мені деген сияқты. Негізі түсіндіңіз деп ойлаймын. Лаураның айтып отырғаны, Лаура айтып жатыр ғой, жаңа өзі де, мен гүлге де мән бермеуім мүмкін, басқасына да мән бермеуім мүмкін, бірақ мен сөзге, адам мен адамның арасындағы байланысқа көбірек мән берем деп жатыр. Сондықтан ескересіз деген ойдамыз, таныстық жалғасады ғой. Жігітті танып білген жоқпын, таныстық жалғасады. Жақсы. Бекзат, келгеніңізге көп рахмет. Сізді шығарып салайық. Гүліңізге көп рахмет. Жақсы, сау бол. Жайғаса қойыңыз. Кім не десе де, Лаураның өзінің таңдауы, өзіне қандай адам сай келеді, енді өзі шешеді, уақыт көрсетеді. Біз, құрметті көрермен, әрі қарай жалғастырамыз, және де жалғастыру үшін ортаға Жандос келсін бірінші. Құрметті көрермен, өздеріңіз көріп тұрғандай, бұл жеребе тарту рәсімін өткізейін деп жатырмыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай, дәл осы бір біздің осы көріп тұрсыздар ғой, бұл жерде реттік нөмірлер шашылып жатыр, әртүрлі нөмірлер. Және нақты кімге қандай нөмір түседі, кім қандай реттік нөмірмен өзін таныстырады, әрі қарайда байқау барысында қандай реттік нөмірмен өнер көрсетеді дегендей түрлі сайыстарға қатысады. Соның барлығын дәл қазір анықтайтын боламыз. Құрметті көрермен, 17 қараша Қосылайық жобасында Қосылайық ханзадасы 2025 байқауының алғашқы таныстыру кезеңі өтеді. Яғни дүйсенбіде таныстыру кезеңі басталады. Сол үшін біздің арнамыздан алыстамаңыздар, және бірнеше күнге әрі қарай кезеңдер жалғасады. Сондықтан үздіксіз сіздердің қолдауларыңыз қажет. Мен былай жасайық. Мен әрине қобалжу бар екенін түсінемін. Қай жігіт болса да енді қандай нөмір түседі деген уайым болып отырған шығар. Кімнен бастаймыз деген ойға келіп тұрмын, бірақ ешкім тұрғысы келмейтін сияқты орнынан. Бекзат, сіз дайын тұрсыз? Асықпаңыз, сіз бірақ бірінші болып келесіз, уайымдамаңыз. Енді мен қазір өздеріңізден білгім келіп тұр, кім қатты қалаған қандай нөмірі бар екен біздің жігіттердің?
Жаңа Гаухар ханым айтты, иә, кім жетіні алады, мен сол кісіге дауыс беремін деді, иә. Ернар маған 5 деген нөмір керек болып тұр деді. Көреміз қандай нөмір түсетінін. Негізі Гаухар ханыммен толықтай келісем, қазақтың киелі саны 7 ғой. 7-ші орында өзім болсам, Гаухар ханымның поддержкасы маған сол-ақ жетеді негізі. 7-ге біраз адам таласады ау? Иә, Балауса ханым, Нұрсұлтан? алды емес, арты емес, ортасы сол 5-ші, 6-ші номер. Иә, менің ең сүйікті саным 8 түссе деп ойлаймын. 8. Нұржан? Мен бірінші болғым келеді всегда. Кез келген жерде бірінші болғым келеді. Бірде ешкім алмақ қойсын. Маған бере салсын. Сіз бірді сұрайсыз ба? Иә, бірінші болғым келеді. Бізде енді бірдігім алады деп барлығы жиырылып қорқып отырса, сіз маған бір керек деп жатсыз. Бұйырсын онда сізге бір. Бекзат, сіз қандай нөмір Маған енді айырмашылығы жоқ. Бірақ та алдыңғы маусымда болған Ханзада сияқты өзімнің сүйікті саным бар. Сол Ханзада 4 болғам, тағы да 4 болсам екен деймін. 4. Аблайхан, Ғалымжан, бәрібір екеуіңізді айта беріңіздер. Маған да негізі разница жоқ. Жеңетін адамға ол маңызды емес деп ойлаймын. Бірақ өзімде бір қалап тұрған саным бір 6 ма сондай деп ойлаймын. 6? 6-шы. Жақсы. Ғалымжан? Мен уверенно бірінші болып шыққым келеді, өткенде әдемі көрсетіп, бәрін дұқтан сындырып тастағым келіп тұр. Бірге талас көп сияқты, Тимур? Енді сол бізді енді халықтың алды болып, осы жігіттердің басын бастап, көшті бастағым келіп тұр. Сондықтан да бір рет сан түссе, мен қуанышты болатын едім. Балауса ханым, 0 бар ма? 0. 0 болып шыққым келіп тұр мен, ерекше вообще. 0 болса деген ниет, домалақ болып ше бір дөңгелетіп. Әлде 10 ба дейсіз? Бұйырғаны. Бұйырғаны деп жатыр. Ал Нұрдәулет, негізі сіздің реттік нөміріңіз қандай болып еді? Менде 4-ші маусымда 1 болған. Ол кезде 1-ші орын алғам. Ол жерде Данияр екеуміз тұрып, одан кейін 5-ші сезонда 5-ші номер болдым. 5-ші номер болдым, сол кезде Ханзада алдым. Бірақ та негізінде 1-ші болған негізі күшті, Балауса ханым. Өйткені күтпейсің, ұйқың да келіп кетпейді. Андай бір шығасың, өзіңдікін жасайсың, кетесің да. Шынымен де жаңағы қатысушылар айтып жатыр ғой, 1-шіге көрсетсең, барлығы қарайды да, ақырында уже сына бастайды негізі, шынымен де. Ондай әңгімелер болған бізде талайша. 1-ші номер көрсетіп кеткеннен кейін, мақтанған емес негізі көптеген андай әңгімелер жүрген да. Андай өзгертіп жіберсек қалай болады, мынаны деген сияқты. Сол на месте көптеген нәрселерін өзгертіп жіберген адамдар болған негізі. Сол үшін негізі 1 деген жақсы. Иә. Барлықтарыңыздан сұрап шықтық. Аблайхан, сізден айттыңыз ғой? Айттыңыз. Жақсы, ендеше 1-ші болып бастағым келеді деп отырған жігітті ортаға шақырайық. Бекзат, келіңіз, барлықтарыңызға сәттілік. Сіз ары қарап тұрасыз, Бекзат. Содан кейін мен қазір ашамын, содан қолыңызды сұғып аласыз. Тоқтаңыз, былай жасақшы, тағы да бір араластырайыншы. Тіпті мен қобалжып тұрмын, уайымдап тұрмын. Қазір көрейік. Ал, Бекзат, бері қарамаңыз. Аштым. Жетінші камераға көрсетсеңіз. 4 сұрап отыр еді өзі, Бекзат. Сәйкестік па, бұл қалай? Бұл қазірден бастап белгі деп білем. Белгі, жақсы. Жақсы, жайғаса қойыңыз. 4 саны Бекзатта 4-ші болып Бекзат өнер көрсетеді, өзін таныстырады. Келе беріңіздер, жігіттер. Диас, келе қойыңыз. Тағы да араластырайық. Ал, Диас, қолыңызды созың, жақтасаңызшы сәл-сәл. Иә. Сегіз нөмір түсті. 8 саны. Жақсы, иә, қоя қойыңыз. Әрқайсыңыз өздеріңіздің нөмірлеріңізді естеріңізде сақтап отырыңыздар. Аблайхан, сіз де келіп қалыпсыз енді. Араластырайын. Ал, иә, қолыңызды ғана созасыз.
көрсетеді екен. Нұржан нешінші болып өнер көрсетеді? Келіңіз, жақындаңыз. Бес саны Нұржанға түсті. Әзірге біз 4 жігітіміздің реттік нөмірін анықтадық. Нұрсұлтан, асықпаңыз. Себебі, құрметті көрермен, бізде дәл қазір жарнамадан кейін өзге жігіттерімізге қандай сан түседі, бірге білетін боламыз жарнамадан кейін. Прислушайся к себе.